қалалық мәхәллелер ауқамы менен сәубетлескенімізде Нүкіс қаласында 2023 жылы, 2024 жылы алдыңғы жылларға қарағанда да мәхәлледегі шаңырақлардың ысқаналарды құру 30%-ға асқанлығын бізге мәлім етті. Бұқараларымыз ысқананың пайдалы екенлігін түсініп, бүгін міне Нүкіс қаласындағы Тыныштық Мәхан бұқаралар жиынында ысқаналар шөлкемлестірілмекте. Бір сотық жерді шартнама тикарында ысқана құру бойынша міне бұқараларымызға бүйпыл 10 жылға бүйпыл бермекте. Мемлекетіміз тарапынан бұқараларымызға беріліп атырған жеңілдіктердің бірі деп алып қарасақ болады. Президентіміздің инициативасы бойынша мына көшені басталды. Bir hafta болған жоқ, bir haftadan бұрын даже 3-4 күннің ішінде көше бірден өзгеріп кетті. Қазір қарасаңыз сондай не болып жатырыпты. Адам сенбейтұғын тез мүддетте істеніп жатырды. Менің көшенің бас жағында көп жұмыстар істеніп, көп керек емес мусорлардың бәрі алынып, қазір көше сол мына Досқұл көшесіне шекем. Bazı қайтқан азғында жұмыстары қалды, көшеміз зор көше болады. Яғни үйіңіздің алдында мұнда ысқананың пайда болуын сіз өзіңіз ойлаған ба едіңіз? Біз енді бұрын алдын ойлама. Әзірге бара жатқан саясат, президентіміздің шығарып отырған фарманлары, бағдар жүзе жақсы. Міне ысқана құрылып жатыр. Бұл ысқана енді Құда қаласа біріншіден өзімізге қимылдауымызға әрекетімізге пайда. Демек физкультура болады да? Рахмет сау болың. Міне балаларымызға әйтеуір бір неме ексек ішінде помидор, қияр дегендей солардың жеуіне һәм біздердің іс әрекетімізге қарап жасауымызға үйренеді. Көшемізде неше жылдан бері су машқаласы бар еді, су келмейтін еді. Суға байланысты көп терекли құрып қалды. Сөйтіп хакимият тарапынан біздерге су әкелеміз деп жатырыпты, салмақ қазылып жатырыпты, үлкен жәрдем біздерге болды. Құдай қаласа, су кесе көше гүлленеді. Теплицаларымыздан жақсы үнемлі алып, су жаңа көп дарамат аламыз деген үміттеміз. Хаял қыздардың тікелей вазипасы бірінші кезекте тазалықты сақлау болғалығы себеплі мен әр осы көшеден өткенімде бұл көшедегі бұл жердің тасландық болып жатырғанына, үйлерде керексіз бұйымларын, керексіз мұсырларын осы жерге шығарып, ұлыма бір жағымсыз халат жағдай жүзеге келіп тұратын еді әрдайым. Көп түсіндіру жұмысларын апардық, түсінген адамдар тазалады. Неғмағаса өздеріміз істеген күллерімізден болды. Теплицаны 5-ке 15 размерде істелініп беріліп жатыр. Теплицадан өнімлі жақсы дарамат алу үшін, агротарауды еледе рауажландыру үшін осы теплицалардан қандай жақсы пайдалану сырларын үйретуді семинарлар чөлкемлестіріп режелестіргенбіз. Осы семинарды іләжі барынша осы махаллеге оқытатын қанегелерін алып келіп, сөзде чөлкемлестіруді режелестіргенбіз. Құрметті президентіміздің инициативасымен шықты бұл зат. Har bir mahallede, har bir xanadan иесі өз тамарқа жерінен үнемі пайдалану деген. Бұл тапсырма har bir mahallеге жетіп барды, көріп қуасы болғаныңыздай. Біздер сол тапсырмаменен хакім ағамыздың басшылығында осы ханадаларға кіріп шығып, үйрену жұмысларын алып барды. Har bir бұқара өзінің үйінен өз қалауымен шығып, соларға көмектесіп жатырды. Абадаластыруға жерлерді тазартуға, бәрін мусорларын алуға. Бүгінгі қалатында 19 шаңырақ болса, Құмқожа көшемізде содан 16 шаңырақ өзінің үйіне ысқана құрып жатыр мынандай болып. Мынаяқтан салма қазылып жатырды, суын әкеп тәмінлеп беріліп жатырды хакимият тарапынан. Бұл жерлерді har bir шаңыраққа 10 жыл мүддетке бейпыл беріледі шартнама тикарында. Шартнаманың тәртібі сол жасыл маканнан үнемді пайдалану. Адамдарымыз сол жаңалықты естіп, har bir xanadan өзіне шартнама істетіп жатыр бүгінгі күнде. Қаражат жетпей жатқанларға, жұмыссыздарға мен банк етіп өзін кредит беріп жатырмын, жеңілдетілген тәртіпте.